Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқушыларым. Мен Бизнес Академия Дара мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Әсем Арманқызы. Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің тақырып мәтін және оның түрлері. Сендер осы уақытқа дейін алған білімдеріңді қайталап, бүгінгі сабақта мәтін және оның түрлерімен танысасыңдар, мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді 3 жолын үйренесіңдер. Әріп сөзден құралады. Сөзден сөйлем, сөйлемнен мәтін құралады. Мәтінге біз тақырып қоямыз, немесе оны мәтіннің аты деп те атаймыз. Мәтін дегеніміз мағынасы жағынан өзара байланысқан екі немесе одан да көп сөйлем. Мәтіннің түрлері қандай? Осы сұраққа көптеген оқушылар қате жауап береді. Бірі төртеу дейді, бірі бесеу дейді. Негізі мәтіннің 3 түрі бар. Олар әңгімелеу, сипаттау және пайымдау. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Балалар, сендердің назарларында мәтін берілген. Осы мәтінді мұқият оқып көрейікші. Ақбөкен ең даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауыл қарайды. Қауіп төнгенде пысқырып дауыс береді. Бұл мәтіннің қандай түрі деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Әрине де бұл мәтіннің әңгімелеу түрі. Өйткені ол ақбөкен туралы бізге әңгімелеп, мағлұмат беріп тұр. Әңгімелеу мәтіннің негізгі сұрағы не істеді және не істейді. Енді келесі мәтінге назарларыңды аударыңдар. Аққу киелі құс. Аққудың мойны ұзын, тұмсығы қара, ұшы қызыл болып келеді. Аққудың қанаты ұзын, мамығы ұлпа болады. Ол ұшқанда жаймен ұшады. Бұл мәтіннің қай түрі деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар. Әрине, бұл мәтіннің сипаттау түрі. Өйткені бізге аққуды сипаттап тұр. Аққудың түрін, түсін, оның дене пішінін айтып тұр. Яғни, сипаттау мәтіннің негізгі сұрағы қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі мәтінге назарларыңды аударыңдар. Кірпіш. Ежелден адамдар үйді кірпіштен салуды ұнатқан. Себебі кірпіш суда ерімейді, суықта үгілмейді. Ол күйдірілгендіктен берік болады. Қазір де кірпіш құрылыста жиі қолданылады. Балалар, бұл бізде мәтіннің пайымдау түрі. Пайымдау мәтінінде неліктен, не себепті, өйткені деген тірек сөздерді қолданады. Пайымдау мәтіннің негізгі сұрағы неліктен. Енді сіздерге уәде еткендей, мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді 3 жолын ұсынамын. Бірінші, сұрақты түсініп оқы. Негізгі ойды мәтіннің соңынан ізде. Уақытты тиімді пайдалан. Енді балалар, бүгінгі сабақты қорыта келгенде, сіздер бүгін мәтіннің түрлерімен таныстыңыздар, мәтіннің не екенін білдіңіздер, және мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді 3 жолын түсіндіңіздер. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақты түсінді деген ойдамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.